Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен Арайлым. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін анам үйреткен әдіспен өте керемет болып шығатын палау дайындаймыз. Бір жасағаннан сөзсіз дәмді болып шығады. Күріштеріміз езілмей шашыраңқы болып піседі. Сіздер де дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, қызып тұрған майымыздың үстінен пиязымызды салып, жақсылап қуырып алу қажет. Пиязымыз қызарғанша жақсылап қуырамыз. Пиязыңыз қаншалықты көп қызарса, сіздердің палауларыңыздың түсі де соншалықты әдемі болып шығады. Мен пиязды жақсылап қызыл болғанша қуырып аламын. Мінекей, менің пиязым дайын болып қалды. Осылай қызарғанша қуырып алдым. Енді үстінен алдын ала жуып тазалап алған етімізді салып, жақсылап қуырып аламын. 5-10 минут көлемінде етімізді де қуырып аламыз. Мінекей етіміз болып қалды. Енді етіміздің үстінен сәбізімізді салып, сәбізімізді де 5 минут 10 минут көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Палау ең оңай тағамдардың бірі. Әркім әртүрлі әдіспен дайындайды. Сіз де менің әдісімен дайындап көріңіз. Өте керемет болып шығады. Мінекей сәбізіміз қуырып болған соң үстінен жылы суымызды құйып бір араластырамыз. Кішкене қайнағаннан кейін үстінен чесногымызды және де дәмдеуіштерімізді салып, дәміне қарай тұзымызды салып, отымызды баяу отқа қойып қайнатып аламыз. 15-20 минут көлемінде қайнатамыз. Мен 20 минуттан көп қайнатпаймын. Осы уақыт аралығында тазалап жуып алған күрішіміздің үстінен қайнаған суымызды құйып 5-10 минут көлеміне қойып қоямыз. Сол кезде күрішіміз тірі болып қалмай, барлық күрішіміз таза піседі. Енді 20 минут қайнаған суымызға күрішімізді салып, осылай бір араластырып алып, бір қайнағаннан кейін астын баяу қойып бұқтырып қоямыз. 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Мінекей осындай өте керемет палауымыз дайын болды. Шашыраңқы болып пісті. Дәмі де түсі де керемет болды. Сіздер де дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп өтіңіздер. Рахмет.